Нан ең танымал тағам. Тез салмақ тастаған келсе, нан жеме деген сөздерді жиі естіген шығарсыздар. Салауатты өмір салтын ұстанатындар нанның біздің ағзамызға тіпті мүлдем қажет емес екендігін айтады. Шынымен солай ма? Нан пайдалы ма әлде зиян ба? Мен нанды 365 күн жемей, яғни 1 жыл жемей эксперимент жасадым. Эксперименттің нәтижесін видео ортасында бөлісемін. Осы және басқа да сұрақтардың жауабын бүгінгі видеодан біле аласыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап қолдап отырыңыздар. Нан жеуден бас тартқан адам уақыт өте организмде инсулин мен глюкозаның азаюын бақылайды. Яғни егер сізде инсулин мен глюкозаның деңгейі жоғары болса, сізде инсулин мен глюкозаның деңгейі қалыпқа келеді. Нан көмірсулар алмасуына теріс әсер ететін жылдам көмірсу. Сонымен қатар бұл өнім инсулинге резистенттілік тудырады. Адам наннан бас тартқан кезде инсулин мен глюкоза азайып, көмірсулар мен липидтер алмасуы қалыпқа келеді. Триглицеридтер мен жаман холестерин фракциялары да төмендейді. Нан жеуден бас тарту нәтижесінде ішекте патогендік бактериялар мен саңырауқұлақтардың өсуі баяулайды. Ең бірінші байқағаным салмақ жоғалту болды. Мен 365 күн нан жемей эстафета жасадым. Сонда ең бірінші байқағаным менің салмақ жоғалтуым. Күн сайын нан жеуді тоқтату арқылы тұтынылатын калория мөлшері айтарлықтай төмендеді және салмақ азаюды бақылау өте жеңіл болды. Бұл үшін қарапайым түсініктеме бар. Мысалы, нанның әр түрлерінен энергетикалық құндылығы, мысалы, орташа есеппен 100 граммда 250-300 килокалория бар. Ал әр түрлі тоқаштарға 100 граммға 500 килокалория құрайды. Бұлай қарап тұрсаң көп сандар емес сияқты, бірақ жоғары сапалы ұннан жасалған бидай наны жеткілікті жоғары гликемиялық индекске ие, яғни 90 единица. Қара ұннан, яғни қара бидай және басқалар жасалған нан үшін бұл көрсеткіш 2 есе аз делінеді. Бірақ қазіргі таңда менің наубайханада жұмыс жасайтын таныстарым қара нан қара бидайдан емес, тек кәдімгі ақ бидай, оған қара түстендіргіш дейма, қара краситель қосады екен. Сондықтан бұл, яғни көрсеткіш 2 есе аз деп айта алмаймыз. Себебі қазір қара нанның сапасы жоқ. Адам ақ нанды жегенде ағза инсулинді белсенді түрде шығарады. Бұл қандағы қанттың тез өсуіне әкеледі. Содан кейін глюкоза деңгейі де күрт төмендейді. Ол адамның аштық сезімін тудырады. Адам ақ нанды жегенде қарны аша береді. Ақ нан тәбетті арттырады да, соңында ол қосымша салмақ жиналуына әкеледі. Себебі біз нан жейміз, нан жеген сайын қарнымыз ашады, артынша қарн ашса, сәйкесінше біз тамақ жегеннен кейін салмағымыз жоғарылайды. Екінші байқағаным, нан жемегенде тамақ ішкеннен кейін іштің күйбеуі, газ жиналуы басылады. Яғни нан ол газообразование тудырады. Яғни ол газ шығару, іштің күйбеуі секілді симптомдар, яғни адамға жайсыздық тудыратын белгілер. Тағамның толық қорытылуын күтпестен мен өзімді жеңіл сезіндім. Қозғалуға деген ұмтылысым болды. Мен белсенді бола бастадым. Өзімді өте жеңіл сезіндім. Бұл жеңілдікпен мен қоштасқым келмейді, сондықтан нан жеуді мен қайта бастауды жоспарламаймын. Үшінші байқаған өзгеріс, тері бөртпелерінде менде проблема болатын. Мен өзімді ештеңеден шектемейтін едім. Мен тәттіні де, нанды да мен барлығын жейтінмін. Бірақ нанды қойғаннан кейін менде тері бөртпелері, яғни тері проблемалары азайды. Бұл адам ағзасында ақ нанға құрамында глютенге реакция ретінде әртүрлі безеулер, қара нүктелер және басқа да ұсақ жағымсыз дерматологиялық түзілімдердің пайда болуына байланысты. Ол басқа ыдырайтын өнімдермен бірге ішектен шығарылмайды, бірақ оның қабырғаларында орналасады. Осы жылы маған 1 жыл болды. Мен сол 1 жылдың ішінде салмағымды өте жеңіл, өте оңай контролировать ете алдым. Кез келген сезонда, маусымда жеңіл, өзімнің мінсіз денемді сақтай алдым және өзімді керемет сезіне алдым. Нан жеу, жемеу ол адамның өзіне байланысты. Бірақ наннан бас тартқаным менің өзім үшін өте дұрыс шешім болды.
Нанның құрамында шынымен қоректік заттар аз, витаминдер мүлдем жоқ деп айтсақ болады. Сонымен қатар, нанның түрлерінің көпшілігінде, әсіресе біздің супермаркеттен сатып алатын нандарымызда тұздың мөлшері көп. Және нанды көп мөлшерде жесе, шынымен салмақ қосуға ықпал етеді. Білесіздер, нанның құрамында тұз көп болса, жалпы тек қана нанның құрамында емес, кез келген тамақтың құрамында тұз көп болатын болса, ол көптеген аурулар тудырады. Мысалға, артериялық қан қысымының жоғарылауы, бүйректің өшуі, бүйрек жеткіліксіздігі көптеген ауруларға әкеліп соқтырады. Мысалы, ақ нан әйелдерде жүрек тамыр ауруларының даму қаупін 2 есе жоғарылатады. Күнделікті бірнеше тілім ақ нан жейтіндердің басқаларға қарағанда бүйрек обырына шалдығу қаупі жоғары. Бұған нан пісіруде қолданылатын ашытқы өз әсерін тигізеді. Ағзамызға түскеннен кейін ашытқы тез арада таралып, жайылады. Ашытқы ағзаның табиғи микрофлорасын бұзады, бактериялардың дамуына көмектеседі. Әр тілім ақ нан жеген сайын сіз бауыр, асқазан, ас қорыту жүйесіне зақым тигізесіз. Сондықтан нан көп дау туғызатын өнім деп айтсақ болады. Неге? Себебі кейбір диетологтар нанды жеуге болмайды дейді, ешқандай пайдасы жоқ деп. Ал басқа диетологтар нан ол энергия көзі, яғни көмір су, біздің миымыздың жұмыс істеуіне әсер етеді деп нанның пайдалы жағын бір қарайды. Кез келген нәрсенің пайдасы және зияны болатынын бәріміз білеміз, иә? Мысалы, сіз наннан бас тартасыз, ал нан энергия көзі, біздің ағзамыз мәжбүрлі түрде энергия іздей бастайды. Наннан бас тартқаннан кейін энергия көзі ретінде біздің ағзамыз майларды, ақуыздарды энергия қоры ретінде пайдаланады. Нанды жеуді қойғаннан кейін алғашқы бастапқы күндері сіз әлсіздік, ұйқышылдық, ашуланшақтық сезімдерін сезінуіңіз мүмкін, және энергияның жетіспеушілігін, яғни артық калорияларды, артық салмақты толтыру үшін сіз тәттілерді немесе жылдам көмірсуларды, нанды жегіңіз келуі мүмкін. Егер сіз нан мен көмірсулардан бас тартсаңыз, теріңізден бастап башайыңыздың ұшына дейін өзгеріске енеді. Сіз бұрынғыға қарағанда энергияға толы, әдемі, бетіңіз жылтылдап, жайнап тұратын болады. Дене пішініңіз, фигураңыздың барлығы идеальный болады. Сондықтан нан жеуді менің ақылым ретінде тоқтатқандарыңыз дұрыс. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап, комментарий қалдырып кетіңіздер. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.